Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 2-ші сынып 55-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер деп аталады. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта сен 12-ге дейін сандарды рем цифрмен жазуды қолдануды үйренесің. Олай болса, бірінші тапсырма. Сандарды рем цифрларымен жаз. 2 бізде бұлай жазылады, 4 бізде бұлай, 5 және 8 осылай жазылады. Әсі өрнектердің мәнін рем цифрларын көмегімен жаз. 2-ге 5-ті қосамыз, бізде 7 болады. Келесі болады бізде 9-дан 5-ті азайтсақ 7 болады. Келесі 9-дан 3-ті азайтсақ бізде 6 болады. Екінші тапсырма ретімен жаз. Ұзындықтың өлшем бірліктерінің кішісінен бастап дейді. Яғни ұзындықтың өлшем бірліктері ең кішкентай миллиметр, содан кейін сантиметр, одан кейін дециметр, одан кейін метр. Массаның өлшем бірліктерін ірісінен бастап. Массаның өлшем бірліктері бізде ең үлкен центнер, одан килограмм, одан грамм. Енді уақыттың өлшем бірліктерін үлкенінен бастап жасаймыз. Уақыттың ең үлкені ғасыр, одан кейін жыл, одан кейін ай, апта, тәулік, сағат, минут және ең кішкентай секунд. Үшінші тапсырма. Біртекті шамалардың бірліктерін топта: тәулік, литр, метр, апта, центнер, минут, сантиметр, сағат, дециметр, килограмм, жыл. Уақыт өлшем бірліктері бізде тәулік, апта, минут, сағат, жыл. Масса өлшем бірліктері бізде центнер, килограмм. Ұзындық өлшем бірліктері бізде метр, сантиметр, дециметр және көлем өлшем бірліктері бізде литр жатады. Төртінші тапсырма салыстыры. 2 жыл бізде артық 22 айдан. 4 сағат бізде кем 2 сағат қосылған 3 сағаттан. 2 тәулік бізде артық 20 сағаттан. 2 тәулік 2 сағат бізде кем 52 сағаттан болып жазылады. Келесі 1 дециметр азайтылған 3 сантиметр, артық 1 дециметр қосылған 3 сантиметрден. 20 литр азайтылған 14 литр мен 19 азайтылған 13 литр тең. 100 килограмм бізде артық 38 центр қосылған 68 центрден. 2 апта бізде артық 2 тәулік 2 тәуліктен. 5-ші тапсырма. Ұзындықтың қай бірлігімен өлшемге қолайлы екенін жаз. Өз бойының ұзындығын сен сантиметрмен өлшеген ыңғайлы. Яғни менің бойым ұзындығы 1 метр және 65 деп жазасың. Қаламның ұзындығы мысалы болады 12 сантиметр. Жүгіру жолының ұзындығы бізде 100 метр болады деп жазсаң болады. Әрі қарай жалғастырайық. Мәшинемен жүруге болатын екі ауылдың арасын осы бірліктермен өлшеген қолайлы ма дейді. Жоқ, қолайлы болмайды. Оны одан да үлкен өлшемдермен өлшеген дұрыс. 6-шы тапсырма. Массаның қай бірлігімен өлшеген қолайлы екенін жаз. Bir қорап қанттың массасын килограммен өлшейміз. Bir қорап күріштің массасын, яғни біз оны да килограммен өлшейміз. Bir қорап қанттың массасы 1 килограмм, бір қап күріштің массасы 25 килограмм болады. Bir машина көмірдің массасын осы бірліктермен өлшеген қолайлы ма? Қалай ойлайсың дейді. Жоқ, қолайлы емес, өйткені қаппен қорап өте аз мөлшер, ал үлкен бір машине ол одан да үлкен өлшеммен өлшеген дұрыс болады. Есепті шығар. Бүркіт 46 жыл тіршілік етеді, жапалақ одан 31 жылдай аз, ал қарға жапалақтан 44 жылдай ұзақ жасайды. Қарға неше жылда тіршілік етеді дейді. Яғни бүркіт 46, жапалақ белгісіз, бірақ 31 жылға аз, қарға белгісіз 44 жылға ұзақ дейді. Ондай болса, біз 46-дан 31-ді азайтамыз 15 болады, жапалақ 15 жыл өмір сүреді деген сөз. Одан кейін 15-ге 44 қосамыз 59 болады, қарға 59 жыл өмір сүреді дегенді білдіреді. Сонымен жауабы қарға 59 жыл өмір сүреді деп жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.